адамның миында, вот миында картинкасында жаңағыдай тату өмір сүру, бір-біріңді түсіну, жаңағыдай уступать ету дейді ғой, проглотить етесің кейде, дұрыс па? Кейде әйеліңнің болады, кейде андай настроение жоқ, ПМС-тер болады, қуып кететін моменттер болады. Сол кезде сен жағаласа беретін болсаң, сенің шерің қалмайды ғой. Сол кезде көзін жұма саласың. В этот момент еркектер провоцировать етіп, еркектер де жабылады. Я сол кезде ана әйелдің мысалы жаңағы екі еркекке деген мысалы дауысын көтереді, кейде ұрып жіберетін еркектер де бар. Сол кезде ана миындағы подтверждениесін табады да. Мужики все говно деген сияқты. Өткен кішкентай кезінде жаңағындай папасының дәл сондай картинкасын көрген ғой. Миымды ашпашы деп кетіп қалады, ішіп кетеді, миымды ашпашы деп сол кезде тисе берген кезде ұрады, соғады, ана қыз шоке болды, сол картина миына воспроизвести етеді да. Мысалы мен мынандай болған, дәке қараңызшы. Бір рет тұрмысқа шыққан, ажырасқан, екінші рет тұрмысқа шыққан, ажырасқан, үшінші рет тұрмысқа шыққан, ажырасқан, үшінші күйеуі мынандай жасаған ғой. Үшінші күйеуі келген, түнгі 3-те таксовать етіп. И әйелі жаңағындай кішкентай баласымен жаңағындай түнгі 3-те келіп шай беріп жатыр. Ойлаңызшы, настолько удобный. Түнгі 3-те келіп шай беріп жатыр, өзі ұйықтағысы келді, баласы домалап құлайды, айқай-шу төбелес, жаңағы тағы хайбай болады. Сол кезде сол қыздың миында түпсанасына қандай шыққан білесіз ба? Түнгі 2-3-те папасы ішіп келеді, дәл сол тұрғызып қояды ғой. И анау қыздың миына сондай картина шығады. Типа, дәл сол 40 жастағы картина, и 3 жастағы кішкентай қыздың миында дәл сондай картина. Папаш жасағанды беспроизвольно, невольно сол картинаны воспроизводить жатыр өмірінде. Вот прикиньте, вот так вот. Кейде біз өзіміз байқамаймыз, бірақ ол бейсаналы түрде болады да.